Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ағылшын пирогы бунафи пай дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа 2 ас қасық құм шекер, 1 дана жұмыртқаны салып араластырамыз. Бөлме температурасында тұрған 180 грамм сары майды араластырып, үстіне 1,5 шай қасық разрыхлитель, 350 грамм ұнды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз формаға жабысып қалмас үшін пергамент төсеп, шеттеріне май жағып, қамырды осылайынан видеода көрсетілгенде жайып шығамыз. Содан кейін духовкада 200 градуста 20-25 минут пісіруіміз қажет. Дайын болған суыған корждың үстіне 1 банка қоюланған сгущенканы осылайынан жағып шығамыз. Бетіне 3 бананды домалақ етіп торап, қою қажет. Ал енді кремін дайындаймыз. Ол үшін сливки 250 мг және сахарный пудра 50 грамм салып, қою болғанша осылайынан миксермен араластырамыз. Кремді пакетикке қойып, осылайынан бананның бетіне жағып шығамыз. Бұл пирогтың оригинал рецептінде ағылшындар бетіне үгітілген кофе себеді, ал мен болсам какао септім. Қыздар, рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Әр апта сайын жаңа рецепттер шығатын болады каналға.